Сәлем қыз келіншектер. Мен сіздерге сұрақ қойған едім, стористе, яғни мына жерде не байқап тұрсыздар деп. Барлығыңыз бір жауап айтыпсыздар, яғни бір ұршығы бар, екінші ұршығы жоқ, яғни дисплазия деп айтыпсыздар. Өте дұрыс жауап бергенсіздер. Мына жерде бізде сол аяғында ұршық бар, ал оң аяғында ұршық жоқ, значит бұл бізде дисплазия. Бұл менің пациентім, енді менен массаж алады, әлі алмаған. Бұл дисплазия екенін 4 айында білген. 4 айында білген, бірақ сол 4 айынан бастап 9 айға дейін массаж алып келген. Бұлар 4 курс массаж алған, бірақ нәтиже жоқ, нәтиже болмаған. Нәтиже болмағаннан кейін уже бұл ортопед балаға аяғына гипстеп тастаған, аяғын керіп, екі жақ қарай керіп. Енді сіздерде сұрақ туындайды да, мына жерде не үшін гипстеп тастады аяғын деп, тек қана ұршық мәселесі ғой бұл жерде деп сұрақ қойып жатасыздар. Енді сіздер бұл жерде тек қана мына жерде сіз рентгеннен сіздер ұршықты ғана көріп тұрсыздар да, ал басқа мәселені көріп тұрған жоқсыздар. Сіздер дисплазияның басқа түрін көріп тұрған жоқсыздар. Мен сіздерге осы жайлы сіздерге сауатты ана болсыншы деп осыны түсіндіргім келіп отыр, рентгенді қалай талдау керектігін көрсеткім келіп отыр сіздерге. Яғни енді мен күшті білемін, ортопедпін, хирургпін дегім келмейді, енді сондай аналар бар ғой, енді айтатын хирург болып кеткен ба, ортопед болып кеткен ба, талдайтын деп айтатын жарыстар. Енді бірақтан енді 2 жылдай болды ғой массаж саласында жүргеніме, Аллаға шүкір. Сол уақытқа дейін біраз мен уже осындай рентген снимоктарын талдадым да, снимкаларын талдадым. Сол кезде Аллаға шүкір біраз нәтиже бар. Практикамда өткеннен кейін білемін деп мен өзім айта аламын. Бірақ енді нақты шешімді негізі назначенияны ортопед және хирург қана бере алады. Ал біздер бере алмаймыз, оған біздің правамыз жоқ. Тек қана сіздер білсін, сәл көмегім болсын, сіздерге білім болсын, сауатты болыңыздар деп мен осыны үйреткім келіп отыр. Енді қараңыздар, мына жерде сіздер тек қана ұршық мәселесін көріп отырсыздар. Енді сіздерге бұдан да басқа мен несін көрсетейін сіздерге, Мысал үшін міне ұршығы бар аяқты қараңыздар, ұршығы бар аяқты қараңыздар, яғни бұл сол аяғы. Сіздер енді мына жерде жамбас сүйегі, мына жерде жамбас сүйегі және де мына жерде сан сүйегін көріп тұрсыздар. Осының екеуінің ара қашықтығын қараңыздаршы. Енді оң аяққа қараңыздар. Оң аяқпен салыстырыңыздар, қандай айырмашылық көріп тұрсыздар. Мына жақын орналасқан екеуінің арасы сан сүйегі мен жамбастың. Енді оң аяққа қарасаңыздар, екеуі алшақ тұр, мынау сан сүйегі мен жамбас сүйегі алшақ тұр бір-бірінен. Міне осы арқылы сіздер жамбас тайғандығын көре аласыздар. Яғни бұл жерде екеуі алшақ тұрғандықтан, яғни оң аяғындағы жамбасы тайған. Тайғанның кесірінен мына оң аяғы, баланың оң аяғы жоғары қарай көтеріліп кеткенде, соның салдарынан оң аяқ қысқа болып қалған. Яғни мына сол аяғы дұрыс, оң аяғы жоғары қарай жамбас шығып кеткендіктен, сол оң аяқ бізде қысқа болып тұр. Яғни бір аяғынан екінші аяғы қысқа. Яғни бұл енді дисплазияның ауыр түрі болып тұр бұл жерде. Сондықтан бұл жерде хирург массаждан нәтиже болмағаннан кейін, нәтиже болмаған соң аяғын гипстеп тастауға тура келді. Олай болмаса, гипстеп тастамаса, аяғы сол қалпы бейімделіп қалады да, аяғы ары қарай осылай болып қалуы мүмкін. Одан кейін егерде гипстен де нәтиже болмайтын болса, бұл жерде баланың аяғына операция жасауға тура келеді. Міне көріңіздер, аналар, осылай сіздер талдау жасай аласыздар, мұқият қараңыздар, қайта-қайта көріп шығыңыздар, өздеріңіз егер балаларыңызды рентгенге түсірген болсаңыздар, қараңыздар, салыстырып, мінекей осылай. Және де тағы бұл жерде айтып кететін жайт, тағы да бір мәселе болып тұр. Мына жамбас сүйегін қараңыздар, мына домалақ қып көрсетіп жатырмын, қараңыздар. Екі сүйекті салыстырып көріңіздерші. Мына жерде бізде сол аяқтың сүйегі бізде дұрыс, осылай болу қажет. Ал оң аяққа қараңыздар, сүйегі ұзын, сопақтау болып тұр, бұл жерде бұл негізі дұрыс емес. Міне осылай да сіздер талдау жасай аласыздар.
ортопед хирургқа сұрақ қоя аласыздар, иә, мынау неге бұлай болып тұр деген сияқты. Яғни бір сөзбен айтқанда сауатты боласыздар. Мінекей. Енді бұл жерде аналардың ең үлкен проблемасы мынандай ойда жүреді аналар. Яғни рентгенге түсірген кезде балаларды ұршықтар кішкентай болып қалуы мүмкін, иә, ұршығы может жоқ болуы мүмкін. Сол кезде аналардың ойлары ештеңе қылмайды, 1 жасына дейін өсіп кетеді бала деген, ондай ештеңе қылмайды, не қыласын баланы қинап, не қыласын ақша құртып деген сияқты әңгімелер көп болады, иә. Міне сіздерге дәлел, мына жерде бізде мынау бізде 6 айында түсірілген рентгенді, мына осы баланыкі. Енді қараңыздар, мына жерде оң аяғында ұршық жоқ, иә. Енді мына жақ қараңыздар, бұл 9 айында түсірілген. Бұл жерде де бір нүкте болса да ұршық шықпаған, яғни массаж алса да шықпаған, массаж алмаса да шықпайтын еді бұл ұршық негізі. Сондықтан ондай пікірлеріңізді өте қате негізі ол пікірлер. Сондықтан дер кезінде әрекет жасаңыздар, иә, ортопед не айтты соны алыңыздар. Негізінде дисплазия деген жай бітіп қарайтын диагноз емес, бұл өсе келе балалар, иә, өсе келе өздеріңіз балаларыңызды ауруға итермелейсіздер, ауру, яғни инвалид дейді, бір сөзбен айтқанда инвалид қыласыздар балаларыңызды. Сондықтан мына жерде балаларыңыз өсе келе қазір білінбеуі мүмкін, ойнап жүреді, иә, жүріп кетеді. Мысалы, балам жүріп кетті, менің ерте ешқандай ештеңе болған жоқ, ұршығы жоқ болса да шауып ойнап кетті, жақсы деп айтуыңыз мүмкін. Бірақ бұл өсе келе, иә, балаларыңыз өсе келе өседі, қыздарыңыз бой жетеді, балаларыңыз ер жетеді. Сол кезде мысалы үшін қыз балалар бой жеткен кезде мысалы тұрмысқа шығады, тұрмысқа шыққаннан кейін босануы бар, иә, бұлар әсер етпей қоймайды негізінен. Және де ер балалар, иә, ауыр жұмыс істейді деген сияқты. Сол кезде балаларыңыздың мысалы үшін ұршығы жоқ болатын болса, жамбасы тайып, бір аяғы екінші аяғынан қысқа болып қалуы мүмкін. Немесе әртүрлі мысалы үшін омыртқада әртүрлі аурулар пайда болуы мүмкін, грыжа деген сияқты, иә. Және де жүре алмай қалуы да мүмкін, да, өздеріңіз балаларыңызды өздеріңіз мысалы үшін уақытында емдегеннен кейін сіздер инвалид не қылып қоюыңыз мүмкін. Сондықтан дер кезінде 1 жасына дейін емдеп алатын болсаңыздар, иә, ары қарай өздері ақ өсіп дамып кетеді балаларыңыз. Сондықтан бейжай қарамаңыздар дегім келеді. Ертерек әрекет жасап, иә, білікті, білімді маманға жүгініңіздер, иә, білікті маман массажистке жүгініңіздер дегім келеді. Енді бұл жерде мен бұл массажист 4 курс жасаған екен, ешқандай нәтиже болмады, дұрыс емес оныкі деп мен айта алмаймын, иә, Алланың қалауы болып тұр негізі енді бұлшы. Енді бірақтан таңдау өздеріңізде, иә, қалай нені таңдау керексіз, қандай массажист таңдау керексіз деген сияқты таңдау өз қолдарыңызда.